Галилей 17 ғасырдағы механика, оптика және астрономия ғалымдарының дамуына елеулі үлес қосқан ғалым. Ол ашқан жаңалықтар дүниенің гелиоцентрлік жүйесі туралы ілімнің жеңіп шығуына өте сондай ықпал етті. Статика тарихы Архимедтен басталса, динамика тарихы Галилейден басталғанын білеміз. Ол асқан бір теңдессіз ғалым болумен қатар музыка саласында, сурет өнері, ақындық және әдебиет саласында да майталман болды. Және Галилейдің жалпы жаңағы астрономиялық зерттеулері Коперниктің ашқан гелиоцентрлік әлемнің картинасының қалыптасуына, соның жеңіп шығуына өзіндік үлкен әсерін берді. Философия тарихында естеріңізде болса, философия бірнеше кезеңдерден өткен болатын. Бұл ежелгі дүние, ерте грек антикалық және ерте шығыс философиясы, сондай-ақ орта ғасырлық кезең, әрине одан кейін ренессанстық қайта өрлеу дәуірі және келесі дәуір жаңа заман дәуірі деп аталады. Енді осы заманда бұл заман оған дейінгі замандарға қарағанда ғылыми техникалық революция кәдімгі орнаған, өндіріс ошақтары, дүниеге келген, қалыптасқан адам баласы ғылымның жетістіктерін көрді, оның пайдасын көрді. Жалпы ғылымның адамның жұмыс күшін жеңілдететініне көзі жетті. Осы уақытта бірқатар әдіснамалық тұрғыдағы бір жүйе қалыптасқан болатын. Жаңа дәуірлік ғалымдардың бірі Рене Декарт, яғни француз ғалымы. Ол кісі асқан математик болды, әрине философ деп айтамыз. Сондай-ақ физика, механика ғылымдары салаларында үлкен жаңағы қызметтер еткен, еңбек еткен ойшыл. Негізгі шығармалары әдістер жөніндегі пікір деп аталады, философия бастамасы және метафизикалық толғаныстар деп аталатын үлкен атақты еңбектері бар. Әрине, осы еңбектерге қарап Декарттың методологиялық тұрғыдағы өзінің жаңаша бір әдіснамалық көзқарастарын аңғаруға болады. Декарт, біз жаңа айттық, асқан бір математик болған туралы, және бұл салада ол біраз жаңалықтар ашты. Жалпы ғылым саласында Декарт рационализм деп аталатын бағыттың негізін салды. Сөйте тұра дедукциялық тәсілді ұсынады. Біз бұл туралы кейінірек айтатын боламыз. Және ол алгебралық бір символдарды ұсынады. Сондай-ақ сол Рене Декарттың құрметіне орай бірнеше терминдер қалыптасқан болатын. Бұл Декарттық координаттар жүйесі, Декарттық туынды деп аталатын терминдер. Рене Декарт жалпы математикалық дәлдікті философияға қалай қолдана алды? Ол жоғары дәлдікпен сипатталатын және 4 қадамнан немесе ережелерден тұратын таным әдісін жасаған болатын. Әрине, бұл бірінші ереже бойынша бұл айқындық. Біз зерттеу мәселелеріміздің айқын болғанын қалаймыз. Сенім үшін ештеңе қабылдауға болмайды. Тек шын мәнінде күмән тудырмайтын нәрсе деп санауға болады. Яғни, бұл сөйлемнің астарында оған дейінгі ортағасырлық ойшылдардың мен білу үшін сенемін сипатындағы көзқарастарға қайшылық екенін аңғарамыз, қайшылықтың барын. Екінші ереже бұл талдау, яғни анализ жасау, түсінуді, жаңағы кез келген бір мәселе туралы түсініктің қалыптасуын жеңілдету үшін әр сұрақты мүмкіндігінше кішігірім сұрақтарға бөлу керек. Яғни біз оны талдап талқылап алуымыз керек. Түсіндіру әдетте қарапайым
деңгейден бірте-бірте күрделі мәселелерге қарай ойысу керек. Келесі ереже бұл синтез, яғни түрлі мәселелердің бәрін біріктіру, бір қорытынды шығару. Сондай-ақ келесі ереже бұл бақылау. Біз барлық мәселелерді әбден бақылап алғаннан кейін, оған шолу жасағаннан кейін ғана қорытынды шығаруымыз абзал. Рене Декарт онтологиялық мәселеге келгенде кеңістікті материя арқылы анықтады. Яғни кеңістік бұл бір жағынан мәңгі, абсолют, ол барлығы уақытта бар. Мысалы, кеше бар да бүгін жоқ емес, ол мәңгі бар. Уақыттың барлық модустарында ол өзекті акт. Және табиғат шексіздікке бөлінетін бір үздіксіздік деп пайымдады. Сондықтан Декарттың пайымдауынша кеңістік шексіз. Философ қозғалысты салыстырмалы, яғни қозғалыс пен тыныштықтың мәні әртүрлі деп түсінді. Яғни дене кейбір денелерге қатысты қозғалуы мүмкін, ал басқаларына қатысты тыныштық сақталып қалуы мүмкін. Осыған байланысты Рене Декарт инерция принципін тұжырымдады. Яғни дене қозғалысқа түскеннен кейін де қозғалысты жалғастыра береді, және оған басқа бір дененің, басқа бір әсерлердің болмайынша ол өзінің қозғалысын тоқтатпайды. Декарттың ойынша табиғаттың бірінші заңы ретіндегі инерция заңының да әрбір дененің қозғалысын бір түзу сызықты жалғастыруға ұмтылатынын білдіретін екінші заңның да кепілі жаратушы Құдай, яғни алғашқы күш беруші, алғашқы бастама субстанция ретінде Декарт Құдай деп сенді. Үшінші заң соқтығысатын денелердің қозғалыс принципін анықтайды. Бірінші және екінші заңдар қазіргі физикада мойындалуда, бірақ үшіншісі қатал бір сондай сынға ұшырады.